Сәлем достар, бүгін біз үй жағдайында осындай табиғи түрде жасалған сыр дайындайтын боламыз. Өте үйдегі бар азық-түлікпен өте аз азық-түлік кетеді, яғни барлығы табиғи. Үйдің жұмыртқасы, үйдің сары майы деген сияқты. Көріп отқандарыңыздай өте жұмсақ, түсі де тартымды, дәмі енді айта алмаймын. Дәмі өте керемет. Жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарауға кеңес беремін. Міне қазанды қыздырып алдық. Осы қазанға мен 6 литр сүтті құйдым. 6 литр сүтті құйып, яғни ондай қатты қыздырмадым. Қанжылым қылдым. Сол кезде көк суы бөлініп шықты, яғни сывырткысы. Содан кейін жайлап былғай отырып, арасында өзін қалдырып, осылай творог жасап алдым, яғни. Байқасаңыздар, бұл жерде творог бізде сағыз сияқты болып шығады. Менде андай творог сүйетін нәрсе болмағандықтан қолмен сығып алудың да бір өзіндік пайдасы бар. Яғни егер біз сетка ыдысқа қойсақ, ол кезде уақыт үстіне жаңағы пресс қоямыз деген сияқты. Мына жерде өзіміз қолмен сығып аламыз. Яғни мен 6 литр сүттен 400 граммдай творог алдым. Көріп отырғандарыңыздай қатты ысыған жоқ. Где-то 30 градустың жобасында осылай творогтың барлығын сүзіп алдым. Бұл жерде байқасаңыздар, мен көк суды да пайдаға асырамын, қазір видеоның соңында айтатын боламын. Көріп отырғандарыңыздай творогтен көк суын мүлдем алып тастау керек. Әдемі сыр шығу үшін. Ең қажетті дүние бұл жерде сыр дайындауға творог. Осы дайындаған творогымды осылай үгітіп, үстіне 2-ақ ингредиент қосам. Жұмыртқа, май, сосын ас содасы. Екі жұмыртқа және 1 шай қасық ас сода. Осының барлығын бір келкетіп араластырып аламын. Және 1 ас қасық үлкен сары май салам. Барлығын бір келкетіп араластырып, шамалы тұз дәмек берем. Енді осы дайындаған творогымызды, яғни қоспамызды қызып тұрған қазанға салып қайнатамыз. Көріп отырғандарыңыздай арасындағы іртік мүлдем жойылып кету керек. Жақсылап араластырып алып қазанға саламын. Дүкендегі президент сырынан енді артық болмаса кем емес. Өте дәмді. Жасау процесс ұзақтау болғанмен, бірақ дәмі енді сөз жоқ. Көріп отырғандарыңыз жаңағы қоспамыз, қоймалжан қоспамыз сұйық қоспаға айналады. Көріп отырғандарыңыздай арасындағы творог ірі. Соның барлығы бір текті болып, яғни еріп кету керек. Қазанға жабысады, айналасына. Оған уайымдамаңыздар, ол заңдылық.
сол айналасына жағып қайтып жинап алып, жағып қайтып жинап алып, сол кезде жақсы тез болады. Оты бір қалыпты болу керек, өте жай немесе өте қатты болмау керек. Байқасаңыздар, іртігі азайып келе жатыр. Осылай үздіксіз бұлғаймыз. Көріп отырғандарыңыздай, салмамыз бізде азайды, яғни суалып жатыр, бір жағынан іртігі кетіп жатыр. Яғни ол сиырымыздың әдемі болып шығуына өзіндік себебін тигізеді. Енді көріп отырсаңыздар, мана салған кезде қоймалжың болғанмен сұйық болып кетті. Енді мен бұны сүттің қорабына құям, яғни сүттің қорабын дайындап қоям. Шешкен кезде де, суытып шешкен кезде де оңай болады, формасы да әдемі шығады. Көріп отырғандарыңыздай уже болып қалды. Барлық түртігі кетті, бүртігі. Енді осыны сүттің айтқандай қорабына құям ожаумен. Суытып, мұздағаннан кейін холодильникке бір 2-3 сағатқа қоям. Сол кезде әдемі сыр пайда болады. Енді дәмін айта алмаймын. Жасаңыздар, өкінбейсіздер. Енді осы жерде тағы бір айта кететін жайт, мен қазанның қаспағын әдейі түсірдім. Бұл жерде байқасаңыздар, осы қаспақты қырып жесеңіздер, анау кәдімгі натуральный чипсы сияқты болып шығады. Оның да өзіндік дәмі күшті болып шығады. Міне осылай құйып алдым. Енді осыны 400 граммдай шықты. Осыны мен холодильникке қоям. Міне холодильникте 2 сағаттан кейін коробкасын шешіп, қазір сіздерге тағы да көрсететін боламын. Жұмсақ, түсінің өзін күшті болып шыққан. Жұмсақ, іркілдеп тұр. Жасап көріңіздер, ас болсын. Каналға жазылуды, лайк басуды ұмытпаңыздар. Өз ой-пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Келесі бейне дайындаған кезде ескертулеріңізді ескеретін боламыз. Ас болсын.